Қайырлы күн достар. Егер де осындай тез дайындалатын өте дәмді бәліш дайындаларыңыз келсе, міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Ол үшін сіздерге бір сәбіз, бір пияз, сиыр етінен жасалған фарш, сонымен қатар кез келген қамыр керек болады. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Ең алдымен пиязды осылай көбік қылып тураймыз, ал сәбізді теркадан өткіземіз. Алдын ала қыздырылған табаға бірінші пиязды қуырып аласыздар. Пиязыңызды жақсылап турап алғаннан кейін сәбізді қосып, екеуін бірге араластырып, жақсылап қуырып аласыздар табада. Көкөністерді жақсылап қуырып алғаннан кейін ғана барып, сиыр етінен жасалған фаршты қоссаңыздар болады. Татымына қарай біз тұз, қара бұрыш және де кептірілген паприка қостық. Дәмі өте дәмді шығады, сондықтан да қосып көріңіздер. Өздеріңіз көріп отырғандай бізде салмасы дайын. Келесі кезекте бізде қамыр, қатпарлы қамырды алдық, осылай жайып аламыз домалақтап. Кейін форманың ішіне осылай әдемі қылып жаямыз. Үстін міндетті түрде қамырдың екінші бөлігімен осылай жауып аласыздар. Кейін үстінен вилкамен тесіп, жұмыртқаның сарысын жақсылап үстіне жағып шығыңыздар. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 35-40 минут көлемінде осылай пісіріп аласыздар. Өте дәмді, әдемі болып шығады бәліштеріңіз. Құрметті достар, біздің бәлішіміз дайын. Осындай өте дәмді және тез дайындалады. Міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар. Рахмет.